Сәлем достар, YouTube'та қарапайым экономика арнасы. Әлемде 196 тәуелсіз ел бар. Олардың 25-і жеткілікті мөлшерде бай ел болып саналады. Яғни елдегі орташа табыс мөлшері жылына 100 мың доллардан асады. Бұл теңгемен шамамен 42 миллион теңге. Бұл 25 елдің тізімі экранда. Егер қызықсаңыз, видеоны тоқтатып анықтап қарап шықсаңыз болады. Алайда барлық елдер мұншалықты бай емес. Кей елдер кедей ел саналады. Экранға әлемдегі ең кедей 20 елді көрсетіп тұрмыз. Бұл елдегі орташа жылдық табыстың мөлшері 1000 долларға жетпейді. Бұл теңгемен 420 мың теңге. Көптеген елдер әрине технологиялық жаңалықтардың арқасында жылдам дамуда. Алайда кейбір елдердің даму деңгейі өте баяу. Мысалға, Зимбабве дәл осы қарқынмен баяу дамитын болса, бай елдердің қатарына 2722 жылы ғана енетін болады, яғни 700 жылдан соң. Бұл видеода біз кей елдер неге бай, ал енді бір елдер неге кедей деген сұраққа экономикалық тұрғыда жауап береміз. Кедей елдер неден қателесті, ал бай елдер нені дұрыс жасап жатқанын білетін боласыз. Әуелі бұл видеоның шығуына қаржылық қолдау білдірген көрермендеріміз Жігіт пен қыз арнасына, Globus KZ арнасына және Сайлау Саматұлына алғысымызды білдіреміз. Елдің бай немесе кедей болуына негізгі 3 фактор әсер етеді. Бірінші фактор – бұл елдегі институттардың болуы мен олардың жұмыс істеу деңгейі. Институттарға заң шығару органдары, атқарушы билік, әділетті сот институты, сайлау институттары жатады. Бұл тура пропорционалды түрде жұмыс жасайды. Қай елдерде бұл институттар бар және дұрыс жұмыс жасаса бай, ал қай елдерде бұл институттар жоқ немесе дұрыс жұмыс жасамаса кедей болады. Кей адамдар бұл жүйе тек Европа мен Америкада жұмыс жасайды, Орталық Азия елдерінде ұлттық менталитетіне келмейді деп санайды. Алайда бұл институттар ұлт таңдамайды. Анық мысал, бір ұлт корейлер, Солтүстік Кореяда мемлекеттік басқару институттары жоқ, ал Оңтүстік Кореяда басқару институттары орныққан және жақсы жұмыс жасауда. Институттардың дұрыс жұмыс жасамауына тарихи фактілерде әсер етеді. Мысалға, Европада ауыл шаруашылығы өндірісі өткен дәуірде ақ басталған, яғни қазіргіден 9000 жыл бұрын, ал үкімет, яғни билік 4000 жыл бұрын құрылған. Ал Африкада ауыл шаруашылығы өндірісі 2000 жыл бұрын басталды, ал билік тіпті одан кейін пайда болған. Басқару институттарының жұмысын тежеуші негізгі кемшіліктердің бірі жемқорлық. Елдегі жемқорлық сол мемлекеттің бай болуын тежейді. Бұл анық аксиома. Яғни жемқорлық жайлаған елдер кедей, ал жемқорлықты жеңген елдер бай. Бұған бізде дәлел бар. Ең кедей саналатын 20 елдің байлығының 50% шетелдік офшорлық шоттарға аударылған. Ол елдердегі жоғалған ақшаның құны жылына 10-20 миллиард долларды құрайды. Елдердің кедей болуының екінші факторы – география. Көбіне кедей елдер тропикалық белдеуде орналасқан. Бұл кездейсоқтық емес, себебі бұл өлкеде өмір сүру әлде қайда қиын. Мәселе ауыл шаруашылығынан басталады. Бұл елдердегі жер құнарлылығы да төмен. Әрі қыс болмайтын елдерде зиянкестердің саны көп болады. Әрі ол жыл бойы болады. Сонымен баюға ең қолайлы температура 16 градус Цельсий болып есептелінеді. Бұл ең жайлы температура емес, алайда бұл температура экономикалық өсім үшін қолайлы болып саналады. Әрі географиялық орналасуы транспорттық тасымал түрінің қалыптасуына негізі түйіні болады. Көбіне кедей елдердің теңізге шығар жолы жоқ. Жүкті құрлықпен тасымалдау теңіз жолы арқылы тасымалдаудан 7 есе қымбат тұрады. Мысалға, Оңтүстік Американың кедей елдері саналатын Боливия мен Парагвайдың теңізге шығар жолы жоқ. Ал Африкада теңізге шыға алмайтын 15 ел бар. Оның 11-інде жылдық табыстың мөлшері 600 доллардан аз. Азияның ең кедей елі Ауғанстанның да мұхитқа шығар жолы жоқ. Ал бай ел саналатын Америка құрама штаттарының шығысында да батысында да 2 мұхит. Қытай мен Жапонияға да Европа елдеріне де теңіз жолы жақын. Ал енді ең қызығы қазба байлығы. Қай елде қазба байлыққа бай болса, сол ел бай болады деп ойласаңыз, қателесесіз. Практикада бәрі керісінше. Қазба байлықтың көп болуы коррупцияға, азаматтық соғысқа, инфляцияға алып келеді. Егер де дүниежүзілік картадан ең қазба байлыққа, алмазға, мұнайға, газға, уранға бай елдерді тізіп шықсаңыз, бұл елдердің авторитарлы, диктатура орныққан елдер екенін білуге болады. Алайда бұл заңдылықты бұзған елдер бар. Мысалға, мұнай өндіруші Норвегия әлемдегі ең бай ел саналады. Қайта қалпына келетін
орман, су, топырақ сияқты табиғи байлыққа бай елдер де тұтынудың шамадан тыс көп болуы салдарынан кедей, мысалға Гаити, Мадагаскар, Бурунди сияқты елдер. Кей адамдар мәдениет пен сенім де елдің бай немесе кедей болуына әсер етеді деп санайды. Яғни елде ең бай 19 елдің азаматтарының 70% Құдайға сенбейді екен, ал керісінше кедей ел азаматтары Құдайға сенеді. Мысалға, Пәкістандағы сенім көрсеткіші 96%, Ауғанстанда 97%, ал Нигерияда 99% адам Құдайға сенеді екен. Экранға кедей елдердің діни сенім көрсеткішін бөліп беріп отырмыз. Видеоны үзіліске тоқтатып қарап шықсаңыз болады. Алайда бұл тұжырым нақты заңдылық бола алмайтыны анық. Соған қарамастан бұл үшінші фактор болып есептелінеді. Бір қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың да қаржылық жағдайы бірдей емес. Кей адамдар бай, ал енді бір адамдар кедей. Ол адамның мұрасына, біліміне, талантына, мінезіне, тіпті өмірлік ұстанымдарына да байланысты болуы мүмкін. Сол себепті бүтін бір қоғамды құрайтын елдердің де кейбірі бай, енді бірі неге кедей деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Алайда біз мемлекеттің бай немесе кедей болуына әсер ететін ең негізгі факторларға тоқталып өттік. Егер де сізге бұл видео ұнаса, лайк басыңыз, WhatsApp және басқа да желілер арқылы достарыңызбен бөлісіңіз. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз, сонда сіз жаңа қызықты экономикалық видеоларды жіберіп алмайсыз. Ал қазір арнамыздағы басқа да видеоларды қарап шығыңыз. Аман, сау болыңыз.